Құрметті көрермендер, амансыздар ма? Сіздердің бүгінгі күнде ұсынып отырған анаға тағзым бағдарламаның кейіпкері бүгінгі күндегі көпбалалы ана Күнұхан апайымызды. Күнұхан апайымыздың өзінің қоғамға деген, өзінің жалпы отбасына деген үлкен бір жасап отырған қызметтерін сіздерге біз бүгінгі ұсынудамыз. Күнұхан апай, амансыз ба? Қош көрдік. Мен Алғабас ауылында тұрамын. Алатау ауданының Алғабас ардагерлердің төрайымы болып қызмет жасаймын. Бұл қызметте бізде спортпен, одан кейін ұйымдастырған концертіміз, қарттардың дене шынықтыру деген сияқты денсаулықтары үшін арада жинақтап, соны бас қосып пайдаланып тұрамыз. Енді Күнұхан апай, сіз өзіңіз жалпы ана ретінде мына ұлттық тәрбие, ұлттық мәдениет дегенге өзіңіздің көзқарасыңыз өте ашық екен. Өзіңіз дүниеге 4 баланы дүниеге алып келгеннен кейін, әлбетте соларға тәрбиесін беріп, үлкен бағытын көрсетіп, келіндеріңіз бар. Сол айтсаңыз, қанша келініңіз бар сіздің? Әрине, мен 4 бала тәрбиелеген анамын, жалғыз басты. Бұдар қарындаштың бойындай 4 бала қалған кезінде, қазір енді бәрі азамат болып, үйлі болып, шаңырақ құрып кетті. 2 келін, 2 қызды ұзаттым. Қазір қолымда келін бар, 5 немерем бар. Сол балаларыма, келіндеріме тәрбие берем. Өйткені дастарханға келгенде ұзын қалат киіп, бастарыңа чыт тартып, мына дастарханда оң қолымен кесемен шай беруді үйретем. Одан енді немерелерім бар, ертең біреудің келешек келіні болады. Содарға да жүргенде мына әжеден көрген тәрбием, мына анамыз, бізді апамыз тәрбие берген деп, балалардың шашын жазғызбай, басына оратып, мына қазақи қысқа киіндірмейм, кәдімгі ұлттық киіммен көшеге шығады, оқып жатыр. Енді соған Күнұхан апай, енді мына балаларыңыз, немерелеріңіз үйретіп жатыр екенсіздер, сондай тәлім тәрбие беріп жатыр, ұлттық мәдениет деп тұрсыздар, ұлттық тәрбие. Соған олар көніп жатыр ма? Әрине көнеді. Мен енді қарсылығы жоқ па? Қарсылық етпейді. Әжең отырған жерде қазір құрақ құрап, үйдің әртүрлі дәстүрлі көрпелер деген сияқты жасалынады. Соны көздерін қарын салыңдар, ертең керек болады. Бүгін болмаса да ертең керек болады дейді. Демек, бұл біздің өзіміздің тарихи, сондай мәні бар ұлттық тарихи дейсіз ғой? Ие. Енді ұлтқа деген өзіңіз көзқарасыңыз. Бүгінгі күнде сіздер мысалы Алатау ауданында ардагерлер алқасының төрайымы екенсіз, иә? Соған қандай сіздер өздеріңіз қызметтерін жасабасыздар? Біз енді қызмет жасағанда қазір әжелерді шақырып, өлең айттырып, би билетіп, біздерді ән дәстүрі бар, спортпен шұғылданатын недеріміз бар. Сонда әртүрлі ойындар бар, 9 құмалақ деген сияқты, жүгіру деген сияқты, 80 метрге, 90 метрге жүгіреді. Біздің ішімізде сондай 70-80 жастағы әйелдеріміз бірінші орын алып, 9 құмалақтан жүгіруден бірінші орын алып жатыр. Дәрежелі дипломдарымыз бар. Көп аналардың көбісі сіз сияқты көп қоғамдық жұмыспен айналысқысы келмейді. Неге деп ойлайсыз? Енді әркімнің тәрбиесі әртүрлі ғой. Көшеде, мысалы автобустарда, одан кейін жүрген кездерде мен балалар, келіндерге, көшедегі адамдарға айтам, осылай шаштарын жазып жүрмеңдер, сендер де бір үйдің иесі боласыңдар, қыздар деп ақылымды айтам, енді тыңдағандар тыңдайды. Осыны қызмет жасап жатқаннан бері сіз қандай өзіңіздің марапатқа ие болдыңыз? Енді бұрын жастау кезімізде істегенде медаль алғамыз, жұмыс істеген орыннан Алакөл, Талдықорған облысы Алакөл ауданы, Шарал қаласында қызмет жасағам. Сол кездерде қызмет жасағанда орден алдым, диплом алдым, грамот алдым, ел қатарлы, алдыңғы қатарлы жұмыс істеп, бет-беделді болғам.
Міне осындай үлкен анамыз, 4 баланы дүниеге алып келіп тәрбиелеп, жұбайы болса жас күнінде қайтыс болып, бірақ дегенмен де сол қиыншылықтарға мойынсұнбай, барлық қиыншылықтардың бәрін төзіп, және біздің өзі Қазақстан Республикамыздың өзі үлкен бір қиындыққа ұшырап, тәуелсіздігін алып отқан кезінде осындай аналар еш уақытта ештеңеден мойынсынбаған. Расында да қазақ дұрыс айтады. Ана бір қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен бесікті тербетеді. Міне осындай Күнұхан апайларымыз, ата апаларымыз көп болса екен деп тілейміз. Енді Күнұхан апай, сіз жаңа айтып кеттіңіз, үлкен балам бар, жалпы келінім бар. Келініңіз осы мына ұлттық сіздің айтқан нәрселеріңіз бәрін ұстанып, жеті шелпек пісіріп, жалпы мына біз енді дінді тәрбиемен бірдей алып келеміз ғой, сол емес пе? Қазақтың жалпы қандай да болса салт дәстүрінде діннің бір кішкентай болса да ұштасып тұрғандағысы көрініп тұрады. Соған сіздің өзіңіздің ықпалыңыз қаншалықты? Енді қолында келін жұма күні таңертең түрегіп, басына чытын тартып, жеті шелпекті пісіріп дастарханға қояды. Міне өте Наурыз мейрамы дейді. Баяғыда қазақ көп көже деп айтатын, көп көжені жасап, 7 түрлі тағам қосады. Оны да еске түсіріп, бала шағадарына ішкізіп жатады. Көрші қолаңдарға тілеулес болыңдар деп. Ана өзінің тәрбиесін бесіктен беріп, және онан кейін келін болып түскен уақытта да енесі оны жалғастыруға міндетті деп ойлайсыз. Қалай деп өзіңіз ойлайсыз? Соған осында пікірге келісесіз бе? Келсем, әрине, мен де 6 еркектің ортасында келін болып түскен болатынмын. Енем жоқ. Сонда соның қиыншылықты көргенде, басында қиыншылықты көрдім, бірақ жолдасымды жақсы көргеннен кейін сол үйдің қиыншылығымен бірге күресіп, осындай дәрежеге жетіп, бала шағам ер жетіп, міне қазір Алматының ортасында үйім бар, бала шаға бар. Соның арқасы ғой деп ойлаймын. Тамаша, тамаша. Енді сіз өзіңіз жалпы дастарханға отырғанда бата бересіз. Бүгінгі күнде сіздер жалпы өзіңіздің ана ретінде қандай бата берер едіңіз осы бізге, жалпы біздің көрермендерге? Бақтарысын, қыдыр қонсын, дастарханың мол болып, ел іргесі тыныш болсын, бала шаға аман есен болсын, жақсылы жақын болсын, оттан судан аман есен бола пісімін Аллах. Енді менен осындай бір сұрағым бар, Күнұхан апай. Қалай деп ойлайсыз? Қазір бүгінгі күнде бізде өте көп, мысалы, тастанды балалар тастайды. Сол неліктен болады сондай? Енді қалай деп өзіңіз ойлайсыз енді? Тастанды баланы енді көзін көрмесе де былай естиміз, көрші қолыңға кіріп, ондай болмасын деп көргенде танитындарымыз бар, жиналыс орындарымыз да бар. Осы қазақ қыздары тәрбиелі болса екен, аттаған жерінде оң аяғымен аттаса екен деп тілейміз. Енді сол балалар қазіргі осы тәрбие, біз сияқты анадан алған тәрбиені жерге тастамайтын шығар деп ойлаймын енді. Енді өзіңіз жолдасыңыз сонда сол ненің тумасы ғой, Жайпақтың тумасы, связьда начальник поштада істеген болатын. Соның демек сол авариядан қайтыс болып кетті. Мотоциклден. Бүгінгі күнде біздер осыны Күнұхан апайымыз туралы дайындаған бейне көрінісіміз бар. Соны біз тамашалайық. Алтыннан болсын жағаң, күмістен болсын тағаң, ел жұртыңның ішінде артық болсын бағаң. Бүгінгі жасыңыз, 70 келген жасыңыз, ауырмасын басыңыз. Бала шағаң көп болып, дүзден ассын жасыңыз. Жылда туған күнің болып, халқыңызды, ел жұртыңды қуанышқа бөлеңіз. Ей Алла, сен жарылқасаң, тең жарылқа. Бақтарысын, қыдыр қонсын, дастарханың мол боп, бала шағам өсіп өніп, көгеріп көктеп өсе берсін. Ұрпағыма ұрпақ жалғаса берсін. Аумин.
ата-ананың кім екенін, оның қасында жүрген, ата әкешеңді көрген адамдардан сұрайды, сол кісілер аман болсын дейді. Әркімнің өзінің анасына деген махаббаты ерекше. Сол кісіге өзімді алғысымды айта отырып, әрқашанда келген сайын осындай анамды көрген сайын өте қуанышты болып отырамын. Папа, бізді кішкентай кезімізде тәрбие бергеніңізге, бізді қағып бағаныңызға, қиыншылық көргенімізде бізге жақсы жолға апарғаныңызға, кейде өсиет бергеніңізге үлкен рахмет айтқым келеді. Жалпы сіз тәрізді инабатты, мейірімді, әрі қарапайым, және де күнде күліп бізге өсиет, әңгімелерін айтып жүретін әже бар екеніңізге өте қуаныштымын. Тәтеме көп-көп рахметімді айтамын. Емшек сүтін беріп өсірмесе де, елік сүтін беріп өсірген анамның орнына ана болды. Әкем орнына әке болды. Дені сау болсын. Міне немерелер айтып жатыр. Қандай жақсы айтып жатыр немерелері. Осы апамыздың арқасында мақтанамыз дейді. Рас, бәріміз де мақтанамыз. Дендеріңіз сау болып, осы тәтемнің дені сау болып, осы бала шағасына тәлім тәрбие беріп жүре берсін. Еркіндігім, қасиеттім, қастелім, өзің барда өзегіңде жоқ шерімін. Кеше сен келбетіңді армандығы, боданына боғауландық. Басқа елдің бабаларының басын тігіп, бәйгеге аналардың жанарына жас бермін, уа еркінді қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшан басып жүре алмаса, алты алаш азаттығым қадерінде. Жоқ онда саған жету қиынырақ, одан да Алла берген әр сәті аманат қой. Маған, саған, оған да саясатқа сенме алмай, семсерді езгі күнге тірі қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалынатып жастығым, құрса болған қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындарының қалдыма, ең соңғы уа еркінді қош, уа еркінді құнын немен өлшенді. Сені көксеп боздақтарым өлсе өлді, сенің менің ең ғажайып өлеңім. Ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі, әр таңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырында өлшеуін. Енеміз әрқашанда енді қатал кісі бұл кісі, көп нәрсені үйретті. Ең бірінші келін болып түскенде нан да илеу білмейтін, бәрін үйретті. Нан илетіп, ауылда келін болып түстім, сиыр сауғызып үйретті, құрт жасап, май жасап, кілегей тартып, бәрін бұл кісі үйретті. Қазанға нан пісіртіп үйретті. Көп нәрсе біледі, айтып отырады. Қолыңды қыспа, дастарханды мол қып жаса дейді. Не айтам енді, бұл кісіден көп нәрсе үйрендім. Сол, рахмет. Апам өте көпшіл, бізді ғана, немерелерін ғана ойламай, бүкіл халыққа да жаны ашитын үлкен бауырмашыл. Осындай кез келген наурыз, жаңа жыл, өзіміздің салт дәстүрлер кезінде белсене қатысып, ауылды жинап, осы ауылымызда наурыз мейрамын өткізетін осы апамыз, осы ауылымыздың төрайымы, апамызбен үлкен мақтанамыз. Ауырмаңыз, сырқамаңыз, ұзақ жасаңыз. Көлім, өскен жерім, күнде той, күнде жиынып пай, жүрген жерім ай. Олар құтты болсын ай, жиналғаның, жиналып ай бәрің ай, бас қосқаның ай, дастархан сәтті болсын ай, бүгінгі
hay, berlerin hay. Allah körüm, tuğan yerim, kunde doy, kunde ceyin hay, jürgün yerim hay. Күніхан апай, сіз өзіңіз қай жердің тумасыз, қай жерге келін болып түстіңіз, соныңызды толығымен ашып берсеңіз. Мен 68 жылы Әбекеде 10 класс бітіріп, Каргаленко техникумда оқып, бухгалтерский дипломның қағазын алып, Жайпақ ауылына главный бухгалтер болып бардым, торговлейдім. Сол жерде жұмыс істеп жүргенде 72 жылы жолдасым Әбдікәріммен танысып, 72 жылы сол жерде тұрмыс құрдым. Мен тұрмыс құрған үйде енем жоқ, 6 баламен атам бар екен. Сол атамды соған келін болып түстім. Одан енді келін болып түскеннен мен бір жағында жұмыс істедім. Атам жұмысын істей берсін, бұл баланың қолын қақпайық деп, менің қайындарым бәрі көмектесіп, атам бар көмектесіп, сол жағдайда енді 4 балалы болдым. 82 жылы май айында авариядан қайтыс болды. Қарындасым бойындай 4 бала қалды. Ол 4 баланы ер жеткізіп, сол ауылдан ер жеткізіп, жоғары білім беріп, міне Алматыда оқып, қазіргі үлкен балам жоғары жақта жұмыс істейді, Астанада жұмыс істейді, қалған балаларым осы Алматыда мұғалім, медсестра болып, одан қолымдағы бала сол әртүрлі жұмыс істейді енді ода. Келініңіз бар? Келінім бар. Келінімде 5 бала бар. Келінім мені аялап, қазір өзім қызымдай көрем, менің дәрет суымды дайындайды, тамағымды дайындайды, төсегімді дайындап, апа не ішесіз дейді, дәрі-дәрмегім босалып келеді, жағдайыма қарап отыр. 5 баласы бар, 5 баласына тәрбие беріп отырмыз. Енді тәрбиелі, қазір 2 баласы институт бітіргелі жатыр, екеуі де университетте оқуда, қалған төмен класста жақсы оқиды балалары. Шешемнің аты Төкен, әкемнің аты Нұрмқаш, ең үлкені болдым. Мен 7 оқып жүргенде әкеміз қайтыс болды. Шешем свекла шауып, соның жанында бірге жұмыс істеп жүрдік. Бірге соның қиыншылықты бірге көріп, одан 10 класты бітірген кезде шешем айтты, оқып ал, сен енді өз наныңды өзің тап деді. Менің анамның арқасы осы оқып, осында көзімді ашып, Алматыдан көзімді ашып, қолыма қағаз ұстап, нанымды ұстатқан анам болатын. Өзіңіздің бойыңыздағы жақсы қасиеттерін бәрін анадан сізге берілді деп айтуға болады. Солай ғой? Иә. Әрине оныңыз дұрыс. Міне көрдіңіздер ғой, бүгінгі күндегі біздің анаға тағзым бағдарламамызды біз аналарын толығымен солардың өмірбаянын, жалпы тәрбие алған тәрбиелері келешекте жастарға, балаларға, ұлдарға, қыздарға бәріктерінде бұл керек екендігін, себебі бұл отбасы содан құралады, себебі бұл қоғам, себебі бұл отан, соған қарай көз қарастарын, сана сезімдерін, ұлттық санамыздың үлкен ұлғаюына біз жол ашылады деп есептейміз. Әрине көп іс-әрекеттер жасалып отырған осы Күніхан апайдың бүгінгіндегі әліпби аналардың құқын қорғау қоғамдық бірлестігінің мүшесі бола отырып, өзінің үлкен қоғамға деген көзге көрінбейтін де шығар, бірақ дегенмен де бұл кісінің өзінің жүрегіндегі нұр, жігер тұрған сол нұр жігерменен қазіргі бүгінгіндегі жастарымызға үлкен ұлағатты іс-әрекеттер жасап отыр. Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға аударып біз салып отырғанымыз анаға тағзым бағдарламасында ұдайы кездесудеміз, ұдайы біз аналарды айтудамыз, себебі аналардан біз үлкен тәлім-тәрбие алып отырып, үлкен біздің келешегімізді, болашағымыздың ақ жол батасымен нұрландырып отыратын. Әрине біз аталардың да батасын біз жерге тастап отырған жоқпыз, бірақ дегенмен де бүгінгідегі батырлар қайдан шығады? Батырлар анадан болады. Мықты әншілер қайдан болады? Аналардан, тәрбие жасағаннан. Сондықтан мына осы бүгінгі осыны ұсынып отырған сіздерге деген бағдарламамыз тәрбие, ұлттық сана, ұлттық біздің
қоғамымыздың дамуына үлкен жол деп есептейміз. Құрметті көрермендер, осы біздің анаға тағзым бағдарламасына қатысу үшін хабарласуыңызға болады. Мынадай телефонға 8 777 127 45 90. Осыменен біз сіздермен қоштасамыз. Алайда басқа уақыттарда, басқа күндерде сіздерменен, басқа аналарменен кездесуге Алла жол жазсын.